Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі сабағымызды көрден алдын мен каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 124-ші сабақ. Сын есімді қайталау сабағы болады. Біз сын есімдің барлығын қайталап шығамыз балалар. Дара және күрделі сын есімді ажыратамын, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын, қатені табамын және түзеп аламын дейді. Түзеп жазамын. 14-ші жаттығу мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ екеуі жайлы екен, тақырыбы. Әуежайда екі үш күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ, осы саған таң қаламын деді, көршісіне қарап. Өзің тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесіне мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не? Осылай дейді. Де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқан саты түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті дейді. Балалар, ұшақ пен тікұшақ бір-бірінің жақсы қасиеттерін айтып, бір-бірімен жарысады. Бір-бірін мен жақсымын, мен мұндай тұра аламын, мен бір жерде тұра аламын деп тікұшақ айтқан кезде, ұшақта оның қасиетінен менің қасиетім жоғары деп бір-бірінің қасиеттерін жоғары санап отырады. Содан кейін бір-бірінен осы қасиеттері пайдалы болғандықтан адамдарға бір-біріне ұялып қалады, үлкен ұшақ. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт дейді. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, ұшақтың қандай түрлерін білесің дейді. Бізде балалар ұшақтың негізгі түрлерінде, мысалы, қазір үлкен ұшақ, мына ұшақ, адамдар таситын ұшақтар. Одан кейінгі тікұшақ, бұларды адамдар тасиды, бірақ аз ғана адам сияды болған. Бұл көбінесе құтқару және де әскерде құтқару жұмыстарында бұл тікұшақтар өте қажет болады. Ал үлкен ұшақ, кәдімгі ұшақтар адамдарды тасымалдайды, басқа мемлекеттен басқа қалаларға бір-біріне тасиды. Ракета деген ұшақтың түрлері бар. Ол ракета аспанға, космосқа ұшады. Ал әскери ұшақтар бар. Мінекей, бұлар әскери ұшақтар зымыран тастауға, жаңағыдегі өте үлкен жылдамдықта ұшуға, әскери жаттығуларға арналған ұшақтар болып саналады. Келесі жаттығуымыз 15-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын деп жазып қойдым. Бұл жерде гүлді емес, гүлді болып жазылады. Қатесін мен жазып қойдым. Дұрыстап гүлді деп жазасыздар. Гүлді бояймын. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын. Бұл жерде тек қана гүлді деген сөз ғана қате екен. Бұл жердегі сын есімдер тап деп, бұл жерде сын есімдер жасыл, көк деген сөздер сын есімдер болады. Қарамен жазылған сөздердің түбірімен қосымшасын ажырат дейді. Қарамен жазылған сөздер гүл, гүлді, гүл түбір сөз, д қосымша. Ал суды деген сөз, су түбір сөз, д қосымша деген болады екен балалар. Келесі есеп жаттығуымыз 16-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімді тауып жаз дейді. Біздерге бұл жерге 4 бұрышты кестеде берілген. Мысалы, қызыл әріптермен жазылғандардың барлық сын есімдер. Көк, әдемі жазып қойдым балалар. Ала деген сөз бар екен, ақ деген сөз бар екен, лас деген сөз, сарғыш, қысқа, таза, ірі және ақ деген сөз бар екен. Осылай қызыл бояумен жазылған сөздердің барлығы сын есімдер екен, теріп жазып қоямыз балалар. Келесі жаттығуымыз 17-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр, қалқып келе жатыр. Бұл жауабы парашют, балалар. Аспанға, жоғарыға самолет, ұшақтан тастайтын аспанда адам өзі секіреді және жерге жақындағанда артын ашып жібереді. Қап сияқты ашылып парашют болады. Ол адамның жай түсуіне ықпал етеді жерге. Сын есімді тап, дара және күрделілігін анықтады. Бұл жерде сын есім көк ала деген. Яғни бұл жерде күрделі сын есім екен. Көк ала деген сөз күрделі сын есімге жатады екен.
Осылай балалар барлық жаттығуларды көшіріп аламыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда жаңа сабақтар тағы да болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.